олар мен Қазақстаннан басқа елден келген жоқсын деп алалаған жоқ. Әлемнің қай түкпірінен келген адам болса, баласы бар ма, біздің балабақшаға бара ма, оның белгілі бір бөлігін төлеп берді. Бұл қандай көмек, мен риза болғаным соншалық. Бұл менің Алла тағала берген бір ризық несібем дейміз бе, көмегі ме. Соның арқасында мен көп мәселем шешілді. Мен стипендиямды бәріне де жеткіздім, және осы Қазақстанға қайтып келгенде де мен соны ұсынып жүргем университет басшыларына. Сіздердің университеттеріңізде қаншама ата-ана атанған қыз келіншектер бар. Соларға арнап сіз жаныңыздан бір ғимараттан балабақша ашсаңыз, ол өте тиімді. Ұлттық кітапханада бала ойнайтын жер ашылды ғой астында. Сондай жұмыс жасайтын жер керек. Бала өйткені ананы іздеп қалмау керек. Енді бала күтуші де қойып қойса қарсы емес бізді. Сондай қасынан балабақша ашып қойса ол артық болмайды екен. Глазго университетінің ол тарихы 20-шы ғасырдан басынан ол жерде балабақшасы бар. Бізге не кедергі сондай балабақша ашуға? Міне осындай facilities дейді ғой, жаңағы жағдай жасау, бұл әйелдердің ғылыммен айналысуына бірден бір мотивация, ынталандыру.